Қараңыздар, жалпы қан анализін талдаған кезде неге мән беру керек, иә? Қазір бізде грипп немесе бактериальный инфекция көп таралып жатыр. Көбісі айтады, мен грипп болдым дейді, бірақ барып антибиотик алады. Гриппті шақыратын ол бізде вирусный инфекция, иә? Вирусный инфекцияны сіз өзіңіздің қан анализіңізден қалай анықтайсыз? Ол біздегі лимфоцит пен моноциттердің санының жоғарылауы. Егер осы элементтер жоғарылайтын болса, онда сізде вирусный инфекция. Ал егер наоборот, лейкоциттер мен соя жоғарылайтын болса, онда сізде бактериальный инфекция. Бұл жердегі лейкоциттердің саны негізі 4-тен 9 аралығында, ол уже 13-тен 20-ға қарай жоғарылап кетсе, уже сізде воспаление болып жатыр. Мына жерде сояның де тоже 24, 30, разный, әркімде әртүрлі жоғарылап кетеді. Бұл жерде тоже соя дейтіміз ол воспалениеге жауап береді. Ал одан соң егер менде анемия дейтін болсаңыз, онда біздегі гемоглобинді, эритроцит және цветовой показательдерді қарау керек. Гемоглобин, мына жерде қарап тұрсаңыздар, 107, бұл 1,5 жаста баланың анализі, 107 ол төмен, негізінен ол 110-140 болуы керек нормада. Одан соң эритроциттерді қарайсыздар, потом цветовой показатель. Егер осы цветовой показателіңіз сізде мына жерде понижен олыпты, негізі 0,86 мен 1-дің арасында, ол 1-де 0,5-тің арасында. Егер осы көтеріліп кететін болса, сізде наоборотта, онда сізде, скорее всего, В12. Біз айтамыз ғой, В12 дефицитный анемия деп. Осындай анемия болуы мүмкін. Сондықтан да әр показательді қарау өте маңызды болып табылады. Ал если сізде аллергия болып жататын болса, онда бізде эозинофилдердің саны жоғарылайды. А если гельминттер болатын болса, онда базофилдердің саны жоғарылап кетеді. Өзіңізге сақтап алыңыз.